Сәлем достар, қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай жұмсақ, ауызға салғанда ерейтін, шаймен керемет кететін пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан менен алыстамай соңына дейін болыңыздар. Егер де жаңа көрермен болсаңыз, арнама тіркелуді, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бөлме температурасындағы 4 жұмыртқаны бос таза құрақ ыдысқа жарып аламыз. Миксермен бір араластырып шайқап алып, үстіне қант қосатын боламыз. Пирогқа қосқан барлық қоспалардың құрамы мен мөлшері төменде описаниеде толығымен болады. Жақсылап көпіргенше, үлпілдек болғанша араластырамыз. Шамамен 3 минуттай араластырсақ жеткілікті. Осылайша үлпілдек болып көтерілгеннен кейін оның үстіне какао ұнтағын, қамыр қопсытқышты ұнды міндетті түрде елек арқылы өткізіп қосатын боламыз. Сол кезде сіздердің пирогтарыңыз үлпілдек, пышный болып шығатын болады. Құрғақ ингредиенттердің барлығын електен өткізіп болғаннан кейін миксермен жақсылап араластырып аламыз. Сұйық массаның үстіне сұйық майды да қосуды ұмытпаймыз. Күнбағыс майын қосып, жақсылап бір миксерлеп аламыз. Дайын болған осындай сұйық тестамызды диаметрі 26 кольцоға құямыз. Астына фольгамен мен бортиктер жасап шықтым. Осымен біздің пирогымыз дайын болған жоқ. Бөлме температурасындағы ірімшікке қант, жұмыртқа, ванилин, жүгері крахмалын қосып миксерлейсіздер. Жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксердің орнына блендер пайдалансақ болады. Бізде осындай сұйық масса дайын болды. Ол массаны біз кондитерлік мешокқа құйып алып, пирогтың бетін осылайша торлайтын боламыз. Мен көрсеткендей видеодағыдай пирогтың бетін торлап шығасыздар. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Достар, бізде осындай пирог дайын болды. Жұмсақ, үлпілдек, дәмі керемет, сөзсіз. Өздеріңізге сақтап алып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаса, лүпіл басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Ылғи сіздерді жаңа рецепттермен қуантатын боламын.